Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді әрі жұмсақ болып пісетін сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен суға құрғақ ашытқымызды салып араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң ұнымызға сары майымызды салып үгітеміз. Мен осылай пышақтың көмегімен үгітемін. Артынан осылай қолмен араластырып үгітеміз, яғни крошка жасаймыз. Енді осы құрғақ масамыздың үстіне жұмыртқа саламыз. Қант саламыз. Сүт құямыз. Содан соң дайын болған ашытқымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Мен осылай басында қасықпен араластырамын. Содан соң дайын болғанша қолмен араластыратын боламын. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды 45 минутқа көтерілгенше қақпағын жауып жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ қажет. Менде дүкеннің қаймағы 20% қаймақ. Оның үстіне жұмыртқа саламыз. Содан соң қант саламыз. Қалауыңызша ванилин қосуға болады. Жақсылап шанышқымен немесе венчикпен араластырамыз. Міне менің қамырым көтерілді. Менің формам кішкентай болғандықтан қамырды екіге бөліп пісіретін боламын. Сіздерде үлкен форма болатын болса, барлық қамырдан бірден жасасаңыздар болады. Қамырды оқтаумен жаямыз. Міне мен осындай қалыңдықта жайдым. Енді формамызға майымызды жағып, үстіне қамырымызды орналастырамыз. Қамырымызды осылай әдемілеп орналастырып болған соң, үстіне қаймақты сұйық массамызды құямыз. Енді міне жанына біздер өрнек салатын боламыз. Мен осы пышақтың көмегі арқылы өрнек салатын боламын. Енді осы пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді осы формада суығанша ұстаймыз. Пирогымызды формадан босаттық. Керемет дәмді әрі жұмсақ пирогымыз дайын болды. Сіздерді осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.